Жутека білім платформасында квест жасап үйренейік. Ол үшін тапсырмалар ішінен образовательная игра квесті таңдаймыз. Галочканы қойып, дәлені басамыз. Келесі терезеде осындай квест комнаталар ашылады. Осының ішінен біреуін таңдап аласыз. Мысалы, зеленая комната, желтая комната с книгами деген, химическая лаборатория дейді, химия сабағына арналған жақсы квесттің түрі. Осылардың ішінен өзіңізге қалаған, өзіңізге ұнаған бір квестті таңдап аласыз. Бұл жерде мен өзіме комната с книгами деген квестті таңдап алдым. Бұл жерде без кода дегенге галочка қойып, далемен келесі бетке өтетін боламыз. Осы кезде название урока, яғни өткізетін сабағыңыздың тақырыбын жазуға болады. Және төменгі шеттегі бос орынға сабақтың алдында берілетін тапсырмаларды бос орынға жазып қойсаңыздар да болады. Жазбай қойсаңыздар да болады. Және оң жақ шетінде сізге видео инструкция берілген, сол видео инструкцияны қарап шықсаңыз болады. Төменге түскенде бұл квестте берілетін тапсырмаларды жүктейміз. Осы квестте жұмыс жасау үшін бізге 5 сұрақты қарастыру керек болады. Соның ең біріншісін енгізейік. Ол үшін 1 деген санның үстінен басып, тип добавлениені таңдаймыз. Мен бірінші сұраққа открытый вопрос түрінде таңдадым. Бұл жерге напишите вопрос деген жерге өзіңіздің сұрағыңызды қоясыз. Сын есім деген не, сын есімге не жатады деген секілді. Открытый вопрос болғандықтан бірнеше варианттарды таңдап қоясыз. Келесі сұраққа множественный выборды таңдадым. Дәл сол секілді сіз әр сұраққа әр түрлі выборды таңдап сұрағыңызды жасайсыз. Бұл жерде де сын есімге келесіде не жатады деген секілді сұрақ қойдым. Множественный выбор болғандықтан 4-5 жауап түрлерін енгізесіз, бірақ соның 2-ден көбісін дұрыс жауап қылып белгілейміз. Үшінші сұрақты енгізейік. Әр сұрақты енгізіп болған соң көк болып жанып отырады. Ал енгізілмеген сұрақтар қара болып, яғни настройканың суретінде болып тұрады. Бұл жерде одиночный выборды таңдадым. 4-ші сұраққа келдік. 4-ші сұрақтың тип добавлениясын таңдап, бұл жердегі сұрағыңызды жазып алып, оң жақ шетте байқасаңыздар, фото, видео, аудио қоюға болады. Осы 4-ші сұрақты фото түрінде жасап көрейік. Ол үшін осы жерге басамыз. Кез келген өзіңіздің сабағыңызға қатысты фотоны алып, осы жерге загружать етсеңіз болады. Егер ұнамаған болса, удалить етіп, басқа суретті қойсаңыз болады. Суретте не бейнеленген, нені байқадың деген секілді сұрақтарды қойсаңыз болады. Міндетті түрде жауап нұсқаларын енгіземіз. Барлығын жазып болғаннан кейін тағы бір тексеріп өтсеңіз болады. Мысалы, осы фотода нелер бейнеленген, соларды жазып шықтым. Қайық, су, ағаштар деген секілді жауап нұсқаларын барлығына жазып шығамыз. Міндетті түрде множественный выбор болғандықтан 2-ден көп жоғары нұсқаларды таңдаймыз. 5-ші сұрақта мен сіздерге видеоны загружать етіп көрсеткім келіп еді, бірақ менде қызыл болып жанды. Өйткені 20 мегабайттан егер видеоңыз жоғары болатын болса, бұл жерге симайды, сондықтан қызыл болып жанады. Оның орнына фото қойып, не болмаса, жай ғана сұрақ түрінде 5-ші сұрақты жасасаңыз болады. Барлық сұрақтарды жазып болғаннан кейін көк жанып тұрған соң далені басамыз. Басқаннан кейін бізде квест комнатаның настройкасы шығады. Осы жерде өзіңізге ыңғайлы қылдырып, настройкасын жөндеп алсаңыз болады. Ең соңғы шаг бізде квест дайын болды. QR кодпен ссылкамыз шықты. Балаға чатқа немесе жіберем десеңіз, QR код скачать етіп, өзіңізге сақтап қойсаңыз болады, не болмаса прямая ссылка арқылы бірден браузермен кірсеңіз болады. Комната ашылады. Комната ашылғаннан кейін әр сәтті балалар өзі қозғап отырып тапсырманы табу керек. Мына жерде шкафтың салмағы ауыр болғандықтан кітаптардан босатамыз және шкафты орнынан жылжытамыз. Бұл жерде
Осы жерден розетканы табуымыз керек. Дәл сол секілді әр заттың үстін баса отырып тапсырмаларды іздейтін боламыз. Монитордың бетін қосу үшін бізге диск қажет болады деп тұр. Мысалы, бір заданиеміз шықты. Бұл жердегі фото түрінде берілген заданиеміз. Дискті сақтап алдық. Ол бізде рюкзактың ішіне барып тұрады. Альбомның үстін басқанда бізде тағы бір сұрағымыз шықты. Дұрыс жауабын жазамыз, готованы басамыз. Шкафтардың да әр есігін ашып шығуға болады. Міне 3-ші шкафтың есігінде бізде тағы бір сұрағымыз жасырылған. Сұрақтың дұрыс нұсқасын енгізіп, готованы басамыз. Коврикті можно переместить дейді. Оны алып екінші жерге переместить еткенде бізде розетка шықты. Дәл сол секілді табылған заттарды да орындарына қоя отырып, келесі сұрақтарды табамыз. Міне тағы бір сұрағымыз. Дұрыс жауабын жазып, готованы басамыз. Енді соңғы заданиемізге дискіні қойып, осының ішіндегі сұрақты табамыз. Жауап нұсқасын таңдап, готованы басамыз. Міне осылай квест бөлмесінде балаларыңызға өте қызықты тапсырмаларды берсеңіздер болады. Белсенділігі төмен баланың өзі де қызығады, сондықтан балаларыңызды қызықтырып, сабағыңызға тиімді болсын.